Армысыз қазақ елі. Баршаңызға Алланың сәлем болсын. Кешегі роликтен кейін түннің ішінде Райымбек атадан бір таяқ жеп алдым да. Түннің ішінде келіп алып Райымбек ата біраз қысты. Енді оны қыспас бұрын мен бір кішкене түсінікті қылып айтып берейін да. Біздің ауылда атақты бір бай өткен. Бірақ о дүниеге кеткенше қартайған кезінде айтады екен елдің бәрі. Ата байлығыңыз қанша болды десе, бір тай болды дейді екен да. Сөйтіп себебін білсе, ол кісі бір екі жас бала білім алып Алматыдан қайтып бара жатқан екі жас баланы ұстап алып, дұшпан ба едің, менің қосымнан аттап кететін деп үйіне қондырып, жағдайды біліп, ертеңінде кетіп бара жатқан кезінде астарынан бір тай мінгізіп жіберген екен. Біреуін мінерсің, біреуін жетектерсің, болмай барса сатып жолдарың ақша алып кетесің деп. Кейін сол кісі айдауға түсіп, Семей қаласына түскен екен айдауда. Сөйтіп кетіп баратса, сол екеуі жастың біреусі айдауға, репрессияға айдап жатқандардың, байларды қуып алып жатқандардың бастығы болса, біреусі сол комиссияның мүшесі болыпты. Сөйтіп екеуі құжат жасап, шалттанып қойып, ақсақал сізге кетуге болмайды деп, ит жеккенге айдаудан аман алып қалған екен. Сол сияқты бәленбай малдың пайдасы тимейді, бәленбай ақшаның пайдасы тимейді. Бір күнгі асыл ақ сөзінің пайдасы тиеді деген жақсы сөзді есіме түсірді да, неге енді Райымбек атадан таяқ жедім, Райымбек ата мен айтпадың деді. Енді ол кісіні айтпай деген жоқ, бірақ сөз арасында Қарасай Қази Қазтуған деген үлкен жыр дастан бар, Қарасайдың мен орақтың ұрпағы деген дастаны бар. Бәрін білгенде бір жерде ұмытып кетіппін, Райымбек батырдың нағашы атасы Орақты батыр. Райымбек батыр 16 жасында әкесі, атасы Хангелдіні тұтқындан алып шығам деп жауға қарай шыққанда, Хангелді ханның тоқалын алып қашып келген кісі. Сол кезде 16 жасында Райымбек батыр Орақты батырдың сауытын киген екен. Және мен айтпадың дегеннің ішінде тағы да бір сөз бар, тағы да кеп аруақтар қыспасын. Орақты батыр атақты Найманның ұраны Қаптағай батырдың батасын алған, Асан қайғының батасын алған, Керей, Жәнібек, Хақназар хандарды таққа отырғызған, Әбілқайырдан кегін алған, қазақ хандығының туын қадап, Ақбақай деген атақ алған кісі. Сөйтіп 300 оған бата беріп, Әлімсақтан Жалайыр аға баласы Орақты Ноқтабасы деген атақ алған кісі. Енді ол тарихты бер жағын бұзбаймыз ғой, ар жағының ішінде келгенде атақты Сүйінбай атаның түп атасы ана жұртынан, анасы Қоянгөздің әкесі Қабылиса Қабан жырау Жалайыр мырзадан болса, оның түп атасы. Осы тарихты шежірет айтып келіп, 300-дің неге аға баласы болдық, неге Ноқтабасы болдық, не үшін осынша жылдар ішінде караван кірмеді, оны керуен бастағандар, 9 жылдық сынақ алғандар, Зеникамал, Ермек ағаналар жақсы біледі бұл сынақты не үшін алғандарын. Сол сынақтың нүктесі қойылатын күн болады, бақсылықтың жанатын нұры болады, атақты қобыздың көкке ұшып кешегі Кенжебек әулие болды бұл кісі, өмірден өтіп кетті, шал деген атақпен айтқан соңғы сөзі келіп, көтерілетін Құранда ең адам өзінің баласына шапқан айуан болып, бір туғандар бір-біріне үйленіп, қыз теке ұл теке болып бәрі ауысып кетіп бастаған кезде бірақ қана үнін шығады деген білесіздер, Құранның ішінде жазып тұр, Сырнайдың үні деп шығады дейді. Осының бәрінің шығатын уақытының кезінде Балық қаласының түбінде болады бұл оқиға дейді. Балық қаласы дегеннің қаяқта екенін өздеріңіз білесіздер. Ханбалық деген ол Пекин, Қазақстанның бұрынғы астанасы болса, Ордабалық деген ол білесіздер, мына тұрған Талдықорғанның көне аты түбінің, одан кейін Ханбалық деген жер бар. Сол Ханбалықта ас берем деп айтты деп маған нықтысын айтты. Ал енді Ханбалық деген менің балық деген 8 тақырыбым болған. Оны қарап қарасаңыздар, балық деген 8 тақырып бар. Сол 8 тақырыптың ішінде бәрі айтылады. Сондықтан бұл астың мәртебесі мен тамыр түбі өте тереңде, және ұлы көшті бастайтын күн жетті. Енді кезінде Ағолдың жанында жүрген біраз емшілер 9 жылдық сынақтан шығып кетіп, шашын кесіп, басын кесіп, талтайып шығып кетіп, небір пендешіл жасап, сол әруақтың жолында жүріп жинаған заттарынан алып,
біразы аяқ қолы тартылып байланмаса, біразы жолды караванды көтере алмай қиналып, өмірде басқаша болып кетті. Осының бәрінің қазық түбі келетін күн болды деп айтқан соң, мен бұл асқа дайындалдым. Ал енді бар болыңыздар, нар болыңыздар. Бұл ақиқат. Аққустың қырлар деп айтады ғой, жаңағы аруақ жолын ұстаған, Айшадан туын ұстағандарға ескерту. Төріме келіңіздер.